Жаңа автобустар пайдалануға берілді. Сыйымдылығы 57 адамға арналған қоғамдық көлік нөмірі 10-шы, 20, 21 және 22 бағытта жолаушыларға қызмет көрсетеді. Қыста жылы жаздың аптап ыстығында салқындатқышы жұмыс істейтін қоғамдық көлік бүгіннен бастап іске қосылды. Атырау қаласының әкімі Шәкір Кейкін құттықтау сөз сөйлеп, халық игілігі үшін пайдалануға берілген автобустардың кілтін салтанатты түрде табыстады. Сондай-ақ ол қаладағы қоғамдық көлік санын әлі де арттырып, тұрғындарға сапалы қызмет көрсетуді тапсырды. Бүгін біздің қаламыз үшін тағы да қуанышты күн. Себебі тұрғындарымыздың, жолаушыларымыздың көптен күткен мәселелерінің бірі шешіліп жатыр. Жалпы қаламызда 5 мекеме ішкі маршрутпен халыққа қызмет көрсетіп отыр. 237 автобус бүгінгі таңда сол бағытта маршруттарда жұмыс жасап жатыр. Жетіспеушілік бар әрине. Көптеген әлеуметтік желілерде де осы біздің жолаушыларымыздан түсіп отырған көптеген шағымдар немесе мүгедек жандардан да келіп отырған пандус мәселесі бойынша да көптеген мәселелерді біздер шешіп жатырмыз. Жолаушылар тасымалы қызметі облыс басшысы Серік Жамбылдың да жіті бақылауында тұр. Жаңадан берілген автобустар Дина базары әуежай және әуежай сымпы 163 Дина базары авангард ықшамауданы мен Аламан базары балықшы бағытында қатынайды. Жолаушылар көлігі қозғалыс кезінде тұрғындардың қауіпсіздігі мен жайлылығын толық қамтамасыз ететін құрал жабдықтармен қамтылған. Бүгінгі таңда 20 жаңа автобуспен, су жаңа автобуспен толықтырылып жатыр. Ол автобустарымызды лизингке алғанбыз. Бұрын соңды осыдан бір жыл бұрын 10 автобуспен қамтамасыз етілді қала. Қазір тағы да енді 20 автобус. Сол Ютонг маркалы 20 автобуспен қамтамасыз етейік деп жатыр. Олардың бағыты 22-21 маршруттағы ескі автобустарды линиядан түсіріп, соның орнын жаңа автобус. Ескірген автобустарды олар өте қатты ескірді деп те айта алмаймыз. Жалпы қатынайды, бірақ резервте тұрады. Бұзылған жағдайда орны линиясына қосыламыз. Айта кетейік, бүгінгі күні қала мен қала маңындағы ауылдық округтер бойынша 237 қоғамдық көлік бар. Ақмарал Бейсенбаева, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.